Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандарым. Процесс кезінде жатып қалды. Осы сұрақпен келеді. Не істейміз? Әйелмен жақындасып жатырмын, бірақ мүшем жатып қалды дейді. Көбінесе бұл сұрақты қоятын орта жастағы кісілер, 40-тан асқан, 50-ден асқан кісілерде болатын жағдай. Әрине, ер адамның жыныс жүйесі половой актті аяқтағанша әрине твердый, яғни қатты болу керек. Неге жатып қалады? Сонымен қатар бұны қоятын тағы жастар болады, өйткені алғаш рет жыныстық жақындасуға кездескен кезде стресстен, қысылғаннан, қорқыныштан жыныс мүшесі қанатқа кірмей жатып қалатын жағдайлар кездеседі. Әрине, бұл еркектің стрессіне әкелуі мүмкін, уайымына әкелуі мүмкін. Екінші жағдай, 40-50-ден асқан кісілердің бойында осы қант диабет ауруы, давлениеге байланысты, препараттардан қабылдауына байланысты, ол да жыныс мүшедегі осы тамырдағы қанның өз уақытынан бұрын кетіп қалуына әкелуі мүмкін. Осы кезде еркектің жыныс мүшесі жатып қалады. Сонымен қатар мынау еркектің вниманиясының бұзылуына, құмарлығын төмендеу кезінде осы процесс кездеседі. Әрине, бұны жеңу үшін не істеу керек? Ең алдымен әрине салауатты өмір салты. Сонымен қатар айтатын жағдай мына таз бұлшықеттерінің, яғни жамбас қуысының бұлшықеттерінің әлсіз болуына байланысты. Өйткені бұл жерде оксид азоданың жетіспеушілігі, оттегінің қандама жетіспеушілігі әрине тамырдың бойын тарылтады. Қанның дұрыс мүшеге келмеуі, толыққанды вена окклюзиондық механизм дұрыс жұмыс істемеуі әрине еркектің бойындағы жыныс мүшенің әлсіздігіне алып келеді. Осы үшін әрине ең алдымен қосымша аурулар болатын болса, алдын ала тексеріс керек. Ағзаны бір уақыт тазалап тұру керек, ашығу керек. Өйткені интервальды голодание арқылы ашығатын болсаңыз, сіздің бойыңыздағы жаңа клеткалардың пайда болуына келеді. Өйткені стволовый клеткалардың көпшілігі осы адамның ашығу барысында, оразаны ұстау уақытында клеткалар жаңара бастайды. Соған байланысты айтатын кеңесім, әрине, ең бәрі нәрсе біздің тамақтануымыздың дұрыс болуы. Қазіргі кезде химияның көп болуы, қазіргі уақыттағы ароматтардың, жеп жатқан тағамның, ішіп жатқан сусынның ішінде қанша химикаттардың ағзаға түсіп жатуы. Әрине, былай қарасақ, адамзаттың ағзасы өте шыдамды. Өйткені қанша химия түсіп жатса да, қанша мысалы химикат дәрілерді қабылдап жатыр. Одан басқа мынау тамақтану дұрыс болмаса да, біздің асқазанымыз қорытып жатыр. Айтады ғой, қазақтың асқазанында не жоқ дейді. БМВ-ның амортизаторы болмаса қалып кеткен кешегі тамақ, арғы тамақ деген сияқты біздің асқазанымыздың енді мықтылығы осы бүкіл тамақтануды қорытып отыр. Оның барлығы әрине ас қорыту жүйесінің мықтылығы болып тұр ғой. Осы кезде айтатыным, біздің бауырымыз әр нәрсені қорыта береді екен. Оның барлығын қайда жібереді? Әрине қарынға, майға жинауға жібереді. Біздің керек емес жерімізге артық салмақтың қосылуына алып келеді. Осыны әрқашан әрқайсымыз әрине нәпсіні басу оңай емес. Соған байланысты әрқайсымыз өз нәпсімізді басып жүретін болсақ, осы проблемалар болмайды деп ойлаймын. Құрметті оқырмандарым, осы проблемамен зардап шегіп жүрген достарыңыз болсын, туыстарыңыз болсын, әрине осы проблемамен айта алмай жүрген жігіттер болса, осы видеоны таратыңыздар. Біздің YouTube каналға тіркеліңіздер, қоңырашаны басып, астына комментарий қалдырыңыз. Өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Сіздің бойыңызда осы проблема болып жүр ме? Бұл қанша уақыттан бері болып жүр? Әрине, әр еркекті елеңдететін проблемалардың бірі деп ойлаймын. Олай болса, ұят болғанша әрине ұялмайтын кездеріңіз көп болсын. Аман сау болыңыздар.